Армысыздар, құрметті көрермендер, Жетісу арнасында оқырман әдеби телеклубы. Бүгінгі хабарымыз ақын, аудармашы, сыншы, әдебиеттанушы, драматург Ардақ Нұрғазыұлына арналады. Ардақ Нұрғазыұлы қазақ поэзиясына жаңашылдықпен келіп, батыс пен шығыс мәдениетін бойына сіңірген. Қазақ әдебиетіндегі постмодернизм бастауында тұрған ақын, прозаик әрі ақын, әдебиет сыншысы, аудармашы, драматург. Жалған бостандық кітабы, сызықтары мен нүктелер жыр жинақтары мен қазақтың модернистік поэзиясы атты сыни мақалалары жинақталған кітап авторы. Ардақ Нұрғазының өлеңдері әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Жүкел Хамай, ақын, аудармашы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкері Ардақ Нұрғазыұлы. Тілеуберді Омарбек, ақын. Әдебиеттанушы Дәулеткерей Мүлік. Және бағдарламамыздың тұрақты сарапшысы Қозыбай Құрман. Құрметті студия қонақтары, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Хабарымыздың шымылдығын дәстүрлі сұрақпен ашқанды жөн көріп отырмын. Ақын бойындағы талант әр кезде әртүрлі ашылып жатады дейді. Мәселен, біреу жауапсыз махаббаттан өзімнің ақын екенімді білдім дейді. Ал біреуі жаңағы құлағыма періштелер сыбырлағандай болды деген сияқты дүниелерді айтып жатады. Ал сіздің бойыңыздағы ақындық қасиет қалай оянды? Мен кішкентай кезімнен хаттанудан бұрын әкем дастандар оқитын, сол құлағымда қалды. Кейін хаттанғаннан кейін кітапқа өте құмар болдым. Сол құмарлығым бірте-бірте мені әдебиетке әкелді. Ал поэзияға келуіме Гитстің түн бұлбұлы және байырғы грек құмырасы деген екі шығармасы поэзиялық көзқарасымды өзгертті. Былайша айтқанда менің эстетикалық поэзияға туралы эстетикалық көзқарасымды сол шығарма өзгертті. Бір сұхбатыңыздан естідім. Оғанға дейін сіз дәстүрлі жаңағы қара өлең ұйқасымен өлең шығарған екенсіз. Оғанға дейін ғой, Гитсті оқығанға дейін. Орта мектепте жүргенде бізді орта мектепте мұғалімдарымыз көп жағдайда өлең жазуға машықтандырады. Өлең жаздық, бірақ енді ол кездегілердің бәрі былайша айтқанда белгілі бір теориялық негізде, орта мектептің сабақ бағдарламасы негізінде болды. Бірақ поэзияны мен ақын тұрғысынан, шығармашылық адамы тұрғысынан бірінші рет сезу сол 89 жылдардан басталды. Мен енді мына шығармашылықта бір жағдай болады. Көп жағдайда сен сезінесің, бірақ сезінген нәрсеңді сен жеткізіп сол деңгейге бірден шыға алмайсың да, оған уақыт кетеді. Ол сен біраз баспалдақтарды басуың керек, көп оқуың керек, сонымен бірге тәжірибеден өтуің керек. Енді осы жерде Әл-Фараби ақындықтың өзі үш түрі бар деп бөлген ғой. Енді сіздікі жаңағы оқып, білім арқылы келген ақындық сияқты болып көрініп тұр, сөзіңізге қарасам. Мен өзім ойлаймын, поэзия деген ол оқумен ақын боламайсың. Өйткені философтардан ақындар аз шығады, математиктардан ақындар аз шығады. Одан соң, мысалы, ғылыммен айналысқандардан ақындар аз шығады. Неге десең, олардың ойлауында логосизм басым болады, математикалық ойлау басым болады. Әдебиеттің ең үлкен ерекшелігі ол сөзбен жұмыс істейді. Сөздің екінші мағынасына құрылады. Әдебиеттің ішіндегі поэзия ең кірпияз, былайша айтқанда сөздің ең түбінде жатқан дүниелер, оның былайша айтқанда мән, мағынасы, бояуы, барлық тұрғысынан айтқанда, былайша айтқанда тілдің ең нәзік тұсымен жұмыс істейді. Енді былайынан қарайтын болсақ, сіздің өз мамандығыңыз бастапқы математикаға жақын, химия. Бұл жерде былай болды ғой, мен химия оқыдым, химия оқығанмен, бірақ мен бірден ең алғашқы университетке барған күннен бастап, ең соңғы кеткен кезіме дейін менің басты жұмысым әдебиетті жақсы оқу, әдебиетті барынша білу болды. Өйткені жаңағы айттым, 88 жыл мен Гитстің өлеңін оқыған кейін маған бір топ адамдардың есімі белгілі болды. Томас Eliot, Гарсия Маркес, Фолкнер, мысалы Фон, осы адамдардың тізімдігі былайша айтқанда менің алдыма олай тізілді да. Университетке бардым, университеттің кітапханасына бір кіргеннен кейін мен бірден солардың шығармасын іздей бастадым. Ал олардың шығармасы Қытай тіліне бірден толық аударылмағанда, түп нұсқасын немне Қытай тілінде аудармасын таба алмағаннан кейін қайтесің, сол жөндегі зерттеу шығармаларды іздеуің керек болады.
Жақсы аға, сөзіңіз аузыңызда. Енді бұны ары қарай қазір сәлден соң жалғастырамыз. Енді мен осы тұрғысында Жүкел ағаға сұрақ қойғым келеді. Енді ақ өлең стилінде өлең жазуды біздің оқырмандардың көбісі қабылдай бермейді. Мысалы, ұйқасы жоқ, мына өлең түсінбейміз дейді. Бір оқиды, екі оқиды, 3 рет оқып барып түсінбейтіндер де бар. Мысалы, менің өзім оқырман ретінде Ардақ ағаның өлеңдерін оқып отырғанда жаңағы нақты не айтқысы келіп тұрғанын түсіне алмай түсінбей жатқан жерлер болды. Енді осы оқырманның ақ өлең стилінде жазылған өлеңді қабылдай алмауы ненің әсерінен деп ойлайсыз? Өзіңіз де сондай өлеңдер жазып жүрсіз? Ардақ бауырым өзі айтып отыр ғой. Ардақты мен де сол кезден алаш өлеңдерін оқыдым. 89 жыл осы 2000 жылдардың басы ғой, біздің әдеби ортаға шет тіл әдебиеттен бір керемет газет, форматты үлкен ауқымды газет келді. Соны біраз жүргенге байқасақ, оның шығараушысы Ардақ інім екен. Соны Ардақты қызықтай бастадым мен. Ардақты қызықтағанда алғашында мен бұдан Қытай поэзиясын көріп жүрдім. Қытай дүниетанымдағы. Бұл жігіт енді әке шешесінің бірі Қытай мекен, немесе Қытайдың ішкі өлкесінде өскен бала мекен, немесе Тайвань жақтың баласы ма деп солай жүрдім. Өйткені бұның алғашқы поэзиясында өз шығармасында фундаменттейміз ғой біз. Фундаментте таза бұл таң дәуірінің кезінде, одан бұрынғы біздің құлын дәуірінде кезінде Қытай тілінде жазған ақындарымыз. Біз алған Цайян, Баянсан, немесе Қоблай Қағанның әсері өлеңдерінің Ардақтың өлеңді толып тұр. Бұл тұрғыдан бұл ақ өлең, қара өлеңді айтпай қояйық. Мынаны өзі қазақ поэзиясы ма деген бір сұрақтар іздедім бұл жігіттің өлеңдерінен. Және де жаңағы не оққаны білінеді ғой. Ақын егер жеткен болса өз деңгейіне, ол ақынның қай мектептен шыққаны білініп тұрады. Өлеңге жаңа өзі айтып отыр, ел дегенің енді мына модернизм деген бірдеңе бар ғой. Ол модернизм кейбіреулер айтады, мынау измге жатқызамыз дейді, кейбіреулер айтады, бұл жатпау керек дейді. Бірақ та ол жерде бір ақынның түйсіктері жүреді тағы да. Бұлай келгенде бұл батыста жаңағылердің тура қазақта көшірмес деп біраз қабылдауға келмейтін шығар енді. Оққаны білініп тұрады да. Бірақ енді қазақ іздейсің. Сөйткен кезде мына Қытайдың өз қызыққалық бұл. Қытайдың әдебиет оқуы, Қытайды көп тану үшін бірнеше нәрсе оқып жасап Қытайды біліп қоюға да болады әдебиеттің жалпы. Бір кезде Горький деп жүрген, оның жаппай 90 жыл кетті деген, ол енді әдебиетке өскен кезінде сонысы Ардаққа әсер еткен шығар. Бірақ Ардақты қабылдайтынымыз бұл қазақ поэзиясының үлкен сезімдік тұрғыдан, ойлау жүйеден, жаңа сөзді тану жүйесінен бұл қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық болып келіп отыр. Бірақ енді бір 20 жылдың ішінде бұл ақынды біз мойындап Ардақтың мектебі деп айтуға әлі ерте шығар. Бірақ мен өз басым мойындаймын бұл жігіттікін. Ізденісін жақсы көремін. Соның сөз саптауын жақсы көремін. Сөз саптауды ұйқас жүреді. Бұл ұйқас жоқ, ақ өлең деуге де келмейді. Әр сөздің өзі, ғайып деген сөздің өзі айып деп тұратын болсаң арасында ұйқас тұрады ғой. Егер оны білмейсен, ана айып деп тұрғанның арасында жасырын тұрған ғаріпі мына поэзияның ішінде тұрғанын сезбесең түйсігіңнен, онда ұйқасыз өлең болады. Ал жаңағы жасырын тұрған ғаріпін сен түсініп отырсаң астарына барып, онда бұл енді оқырман оны түсінетіндей деңгейге қайтып жетеді. Оқырманға жетеді. Оқырманға көп оқу жету керек. Біз енді Абайдың өзін әлі біреу түсінді, біреу түсінбеді деп жүрміз. Сол үшін бұны оқырман бірден оқып түсінді қиын. Және де ақынның қызықтыратыны бұл өзі ақын ғой. Сөз саптауы, жаңағы жазып отырған дүниесі болмысымен бұл ақын болып кеткен адам. Сол үшін бұны енді өзінің оқырмандары шығатын болу керек. Енді қазір Ардақ қана емес қой, бізде көп. Ерлан Жүністен бастап модернизмге апарсақ бәрін апаруға болады қазір енді. Одан қазақтың іздейтін болсақ, жаңағы біздегі Жұмекен Нәжімеден, одан бұрын мына Қытайдағы енді мынаның жас кезіндегі Омар Зайтан, одан кешегі ортамыздан өткен Серік Қапшықбай ағалары, олар да осы модернизміне. Ол кісілердің өлеңдерін ұйқастау өте қиындау болады кейбір өлеңдерінен. Сол үшін оны ақ өлеңді қазақтың поэзиясы емес деп шығара салуға тағы келмейді. Сол үшін енді қазір Омарғазы Жұмекен танымдар жөрлеп жатқан секілді бір кезде енді Ардақта тану болатын шығар. Сол кезде енді айтатын болу керек. Және де мына қозыбайлар енді нағыз әдебиет зерттеушілер. Менің көріп дұрыс жеткізіп айтатын болу керек.
Енді зерттеп отырған кезде, жаңа шығармашылығыңызға байланысты мақалалар жазылған, сонда аға буын өкілдері Ардақтың шығармаларында көркемдік жоқ деген пікір айтқан екен. Көп кездеседі екен осы пікір. Бұл алдыңғы буынның сіздің көркемдік деңгейіңізге жете алмау деп ойлайсыз ба, әлде расымен де соны мойындайсыз ба, көркемдік жоқ дегенді? Мен өзім ойлаймын, бұға мен 100% қосылмаймын. Өйткені неге десек, дәстүрлік өлең, мен өлең туралы өлең деген мақала жазғам, оқысаң сонда белгілі. Дәстүрлік өлеңде. Оның қара өлең ұйқас болсын, біздің өзің қазақтың дәстүрі, абайдан келе жатқан ұйқастардың бәрінде белгілі форманың ішінде өмір сүреді. Жоқ. Адамның аңдаусыз санасы, ол көп жағдайда формаға бойсынбайды. Адамның аңдаусыз санасы үлкен теңіз сияқты да. Ал сол теңізде сен мазмұн да болады, бояу да болады, сезім де болады. Соны сен қалай пайдаланасың? Соған байланысты да. Бірақ оқырман сол жаңағы қалыптан шықпай оқып үйреніп қалғанда? Кезінде мен 10 жылдың ең алғаш жазған поэмам бар. Сода мен өзімді оқып берсеңіз. Оқып берейін. Қураған өзенің тандыр тағанынан қазылған құдық, қазылған көрден шықты малтасас, құнмен қиыршық шөлдеген. Кешегі уақыттың ағысында қалғаныз, ескі жырдың бұлдыраған ақырғы жолы. Дейді. Енді өзіңіз ойлаңыз. Осындай нәрсені қазақ поэзиясында бұрын болып көрген жоқ. Иә. Неге десең, бұл жердегі айтылған нәрсене қазақ сахарасында не көп? Кеуіп қалған өзендер көп та, оның тандыр тағаны қалды. Бұл жерде кеуіп қалған тандыр тағанмен қазақ эпостарының жолын шендестіру бар да. Енді одан астарлы мағынасы бар. Иә, мағына бар да. Бірақ соны оқырман бірден оқып түсіне алмайды ғой. Мынандай нәрсе бар. Поэзия дегенде бар ғой, біздің дәстүрлік поэзиямызбен, мысалы, менің поэзиям ортасындағы айырмашылық мынаған саятта. Дәстүрлік поэзияда ақын мен оқырманның ортасында көпір болады. Ол көпір деген не? Менің айтпақшы дүнием мен оқырманның ортасында белгілі теңдік сақталады да. Мен оқырманның білетін нәрсесін айтамын да. Менің аузымнан шыққан сөз көпір арқылы сізге жеткен кезде ол өзгермей барады. Сонан кейін сіз оны бірден қабылдайсыз да. Ал модернизмнен кейін, мына постмодернистік дәуірге келгеннен кейін, әсіресе санадағы үлкен өзгерістерден кейін қайтеді. Бодлердің дәуірінен кейін бір поэзияда бір өзгеріс болды. Ол өзгерісте бүйтіп айтады. Ақынның аузынан шыққан сөз оқырманға кедергі болып барады. Оқырманға сын айтып барады. Оқырманның қалыптасқан дүниетанымына жебе болып барады дейді. Оның тұтастыққа жүйеніп, шеңберін бұзуға барады. Былайша айтқанда, оқырманмен төбелесу үшін, оқырманның санасындағы қалыптасқан нәрсемен қайшылыққа бару үшін барады дейді. Сондықтан 150 жылдық батыстың дамыған елдерінің поэзиясында, 150 жылдық тарихында әдебиет, әсіресе поэзияның дамуында осы үрдіс басында мен де соны қабылдағам. Енді ол еліктеуден туған дүние деп ойлайсыз ба? Әр ұлттың дүние таным деген бар да, мен жаңағы бастамында мына жігітті мен Қытай поэзиясын оқығандай болдым. Мысалы, ескі көпір деген сөзді мынау көп қолданады. Ескі көпір десең, Қытай адамның санасына ескілік жаңағы қатқан өзеннің таған деген ұқсаған кепкен өзеннің. Соғыстан түйсік пайда болады да. А біздікі басқа ғой қазақта. Онда келуге болады. Модернизм деген жалпы постмодернизм деген жаңа Бодлер, Элиоттар мен мынау 150 жыл дамыған мынау керемет деп батысты мойындамаймын. Бірақ енді тек қана ойына қызғанда надардың мен айтпақ сол. Ол бізде де бар мысалы. Жаңағы айтып отырғаны. Ана оқырманға қарсы болып жебе болып барады деген. Қан емессің, қасқырсың, қас арбат басқырсың, досың келіп табалап, дұшпан сені бас құрсын. Жоқ, оған ұқсамайды. Мүлде бөлек. Махамбет түсінбейсің. Махамбеттің жоқ, мен ұқсап түсінбейсің. Сіздің айтып отырғаныңыз, мысалы, аузыңыздан шыққан сөзмен 100% дұрыс. Қан емессің, қасқырсың деген сөзмен 100% қабылдап отыр. Досың келіп табалап, дұшпан сені бас құрсын. Мынау керемет. Ол дұрыс қабылдап отыр оны. Ол сіздің модернистік поэзияны елеттігінде соны айтады, елетті соны айтады. Мынау керемет екенде бұны. Жақсы, жалпы өзіңіздің айтып отырған дүниеңізге қарағанда, сіз жалпы анау балалық шағыңызда әкеңізден естіген
қисса дастандар болмаса, онан кейінгі сіздің шығармашылығыңызға әсер еткен дүниенің бәрі сыртқы әсер да. Сіз жаңа Нобель сыйлығын алған шығармаларға көп қызықтыңыз. Олар, мен ойлап отырмын, сіздің шығармашылығыңыздың көбігі аудармаға негізделу керек сияқты болып тұрды да. Өйткені ол жерде ой болу керек, ол жерде философия болу керек. Біздің қабылдамай отырғанымыз, біз кімді оқыдық? Біз батырлық дастандарды оқыдық. Қара өлең негізінде жазылған. Кейіннен жыраулық поэзияны оқыдық. Шұбыртпалы ұйқасы бар, егіз ұйқасы бар, жаңа кезекті ұйқасы бар. Онан кейін зар заман ақындарын оқыдық. Абайдың өзі ең бірінші өлеңінде өлең сөзінің теориясын жасап кетті. Иә? Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айналасы. Ахмет Байтұрсынов айтты. Кейіннен Мұхтар Әуезовтің ғылыми түсініктеріне қарайтын болсақ, онан кейінгі Зәки Ахметовтің өлең сөзінің теориясына қарайтын болсақ, барлығында бізде одан шығып бағынып қалу деген бір тұсауда қалу деген дүние емес. Бірақ кез келген дүние бір жүйеге бағынады да. Сондықтан қазақ қара сөзідегі шекпен күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жау өзіне қайтарамын. Сол бір дүние жаңа көркемдік тұрғысынан болсын, мейлі жұп-жұмыр оқырманына бір керемет жылылықпен жету үшін ақын барын салады да. Қарындасымыз айтып отыр ғой басында, Фараби бабамыздың өзі солай көрсетіп берді. Енді өзіңіздің бір диалогыңызда біреуге айтқансыз, қазіргі поэзия әлемде өзіне жалт қарататындай бір жаңалық іздеуде деп. Соның бір елшісі сіз болып келесіз да, мысалы мен сіздің өлеңіңізді оқығаныңыз бар, мен үшін де тосын дүние болды. Себебі біз кеше де мысалы Темірхан Медетбектің шығармашылығына бір бөтен сый қарадық. Себебі бірақ ол жерде бізде ұлттық құндылық бар. Себебі жаңа көне түріктердің сарыны онда сайрап жатыр. Көк түріктер сарынымен жазған ғой жалпы. Соның өзінде кейбір зерттеушілер жаңа басқаша көзқарас айтты. Бұнда ұйқас жоқ, бұның тілі жеңіл деп. Енді кешіріңіз, біз сіздің өлеңіңізді мүмкін түсінбей жатқан шығармыз. Шын мәнінде әдебиеттанушы ретінде мен де бірнеше рет оқығаннан кейін барып, солай екен ғой деймін. Бізге қазір рухани кішкене кедейленген тұсымызда, білесіз ғой, 70 жыл бойы біз жаңағы кеңестік құрсауда болдық. Енді оянып жатқан кезде бізге қандай поэзия керек? Сізден шыққан дүние кімге жету керек? Сіз әдебиеттанушы ғалымдармен Нобель сыйлығына лайық азаматтар түсінгенімен, өз халқыңыз түсінбей жатса, ол поэзияңыздың құны қанша деген сұрақ туады да менде. Бұл жерде мынандай ғой. Шығармашылық адам ретінде сен өзіңнің дүниеңді жазуың керек та. Оның қабылдануы, қабылданбауы екінші орында тұрады да. Мысалы, өзіңіз айтқан сияқты Шекспирді айтайық. Шекспирдің шығармалары 100 жылға өзі қайтыс болғаннан кейін 100 жылға дейін ағылшындардың өзі қабылдамаған. Қабылдап 100 жылдан кейін француздар айтты. Ой, ағылшында осындай бір драматург бар екен. Ол біздің драматургтермен оның ортасында фарқ. Бұлай деп зерттеу басталды да. Сол бұл зерттеу кейін ағылшындардың өздеріне қайтып келді да. Ағылшындар былайша айтқанда Шекспирді қабылдай бастады. Сол сияқты мен өзім ойлаймын, біз тек қана бүгінгі оқырман, болмаса оқырман үшін деген нәрсе, ол енді мен ағартушылық сипатта шығарма жазып отырғам жоқ. Мен оқулық жазып отырғам жоқ та. Мен көркем шығарма, мәтін жазып отырмын. Оның бүгін қабылдана ма, ертең қабылдана ма, қабылданбай ма, ол мен үшін айтқанда басты нәрсе емес. Мен ең алдымен шығармашылық адамы ретінде өзімнің жазуға тиісті нәрсемді жазып қойсам, менің былайша айтқанда басты міндетім де атқаруға тиісті, былайша айтқанда жеткізуге тиісті борышым да сол да. Шығармашылық адам ретінде біз өзіміздің беретін дүниемізді береміз. Ал оны қабылдау мәселесі ол тағы басқа. Гогольдің сөзі бар ғой, жазарманның басты ұстазы ол оқырман деп. Ал сіздің жағдайда оқырманның пікірімен мүлдем... Жоқ, бұл оқырман мүлде деген нәрсе емес. Бұл жерде мен айтамын, уақыт, мысалы біз 2 ғасырдан артық отар болдық та. Біздің әдеби тіліміздің өзінде де үлкен әңгіме бар. Мысалы, кім айтып өтті? Зар заман ақындар деп, Абайдан бұрынғы қазақтың өлеңі мен Абайдан кейінгі зар заман. Мысалы, Абайдың қалыптастырып кеткен өлең дәстүрдің өзіне сын көзбен қарау керек та. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Сөз адамның аңдаусыз санасынан шығады. Ал осы аңдаусыз санасында жатқан сөз сөйлемге айланып, поэзиялық тілге айланған кезде белгілі теориялық, белгілі шектемелік негізінде форма табады. Ал енді біздің осы қазақ тілінің грамматикасы көп жағдайда орыс тілінің теориясы негізінде шыққанда.
енді осындай жағдайға уақыт өте ұзағаннан кейін қайтты, біздің көп сөзіміз грамматиканың заңдылығы бойынша сөйлейтін болды да. Былайша айтқанда ол грамматика шынында қазақ тілінің өзінің табиғатынан шығып тұр ма деген нәрсе әлі басы ашылған жоқ. Сондықтан біз қазіргі грамматиканың заңдылығы бойынша өлеңнің мәтініне қарау, өлеңнің шумағына, оның буынағына қарау, оның формасына қарауға біз былайша айтқанда 100% солай болу керек деп кесім айта алмаймыз. Сондықтан біз айтуымыз керек, қазақ тілінің оның өмір сүру өзінің заңдылығына сай өзіндік форма іздеуіне біз мүмкіндік қалдыруымыз керек. Осыған байланысты сіздің бір пікіріңіз бар екен, дәстүрлі өнер үлгісі қазір қирандыға айналды деген. Енді былай қарап отырсақ, қирандыға айналды деген сөздің өзі өте ауыр естілетін сияқты. Ол енді былай ғой, бұл мына бізде бар ғой, мына социалистік елдерден шыққан елдерде бір нәрсеге, бір сөзге ерекше неметеді да, саяси сипатта қарайды да. Кез келген нәрсені ондай ауыр алудың қажеті. Мысалы, мен қирандық айланды десе, қазақ поэзиясы, болмаса қазақ әдебиеті қирап кетпейді ол. Мен тіпті сөйтіп жазып тастасам, қазақ әдебиетінің түкке қажеті жоқ деп жазып тастасам да, қазақ әдебиеті өмір сүреді. Солай ғой. Бірақ ол пікір қандай мақсатпен айтылды деген сұрақ. Мына жердегі нәрсе. Оның бәрін саясиландырмау керек. Оны мүлделестірмеу, оны төңкерістік былайша айтқанда төңкерістік философияға айландырмау керек та. Ол біреудің бір шығармашылық адамның позициясы ретінде өзімен дәстүрлік поэзияның ортасында парықта айтуда жеткізудегі белгілі бір былайша айтқанда сөз қолдану ретінде қарау керек. Тілеуберді мырзаға сұрақ қойғым келеді. Интеллектуал ақын Сұраған Рахметұлының мынадай бір поэзия туралы пікірі бар екен. Поэзия деген не деген сұраққа ол кісі поэзия ода да пәлсапада емес, ол руханият азығы дейді. Енді осы тұрғыдан алған кезде біздің Ардақ мырзаның өлеңдерінен оқырман қандай да бір азық ала ала ма? Оқырман ретінде сіз мысалы өзіңізге не ала алдыңыз жырларынан? Әрине ала алады. Менің есімде бар, прозадан бастады. Көптеген жақсы нәрселер жазды, жаңағы повесттер жазды, ол сол жақтарды жарияланды. Ең алғашта бұл жаңа басқа жігіттер, жаңа қыздар өлең жазып жүрген кезде бұл прозадан бастады. Көп әңгімелер. Артынан осы өлеңдерін беріп жүрді. Осы жаққа келгеннен міне қазірге дейін 3-4 кітабы шықты. Біздің мына ортадағы өзіміздің достардың ішінде белгілі деңгейде әдебиетте, белгілі жетістікке жеткен, белгілі өзін осының жолын арнай алған жігіт бастан ақыр осы өнерге адал болған осы Ардақ болды. Көп жағдай жазды. Енді сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Жаңа мынаға да жақсы айтып тұр. Бұл көп адамдар ойлайды, бұл Қытайдың поэзиясы деп. Бұл Қытайдікін ұқсамайды. Қытайлардың өзі мына Ардақтың поэзиясын оқыса, айтады, қазақтар осылай жаза ма? Қытайлардың өзіне жаңалық та. Өткенде мен Ардақпен не отырмын, ағылшын тілінде несі шыққаннан кейін, бұны ағылшындар да солай қабылдағанда, жаңағы аудармашысы айтады, жаңағы. Оларға да бір жаңа поэзия болып келгенде. Көп жағдайда бұл Қытай поэзиясымен түк қатысы жоқ. Оның жаңағы тағы бір кездесуде бір қыздар сұрақ қойды, сіз қытайша ойлап алып, қытайша жазып, сосын қазақша аударасыз ба? Жоқ, бұл бастан ақыр. Бұл қазақ тілінде жазады алдымен. Сосын барып қытайша жазды. Енді осы Ардақ мырзаның өлеңін бір оққаннан түсінесіз ба? Бір оққаннан енді 100% түсініп кетпеспін, 60-70-80% түсінемін. Өзім ұнайды. Неше рет оқисыз сен бір өлең? Мына бірінші кітабы шықты. Мына бірінші кітабы шықты. Мына жинақ шыққаннан кейін анау жібек жолы неде кезді ғой, звондады маған осы кітап шықты. Мұнан алдым, мен барасап үйге барып ертесі күні таңертеңнен бастап оқыдым бір күнде. 3-4 күннен кейін тағы бір өлеңдер туралы оған жаңа нелер айттым. Екеуміз әңгімелесіп көп талқылаймыз, сондықтан ба, содан бері мен ешқандай маған қиындық тосын жағдай болып сезілмейді. Оқимын. Кәдімгі басқа поэзияларды қалай түсінемін, солай түсіне беремін. Сіздің енді түсінуіңізге себеп бар ғой. Құлынтайда етебізді бір университетте оқысаңыз, сіздің ол кісінің аузынан шыққан әрбір жаңалық сіздің алдыңызда жайрап жатса, түсінесіз ғой. Біздің мына жерде бас қатырып отырған дүние бұл кісінің дүниесін қазіргі қазақ оқырманы қабылдай ала ма деген дүние ғой. Содан кейін бұл кісіде бір көзқарас бар екен, мен оған келісе бермеймін жалпы. Қазақ грамматикасы мен өлең поэзиядағы жаңағы суретті сөз немесе ұйқас деген дүние, ол мүлдем байланыс жоқ дүние да, бір-біріне тәуелді емес дүние ол. Ол мүлдем жоқ, тәуелді емес. Өйткені оған сен 100% көз жеткізесің. Өйткені жоқ, ол жерде олай емес. Қазақтың жалпы поэзияны өзіңіз айтып отырсыз, ойдан бұрын туатын өнер деп айтқансыз ғой бір жерде, иә? Мейлі мен
мен олай демей ақ қояйын, мен Асан Қайғы сияқты ойлайыншы, ой түбінде жатқан сөз шер толықса шығады, оймен бірге шығады деп айтайын. Иә, сонда мына жерде мысалы сіздің айтпақ дүниеңіз мысалы бір қазақ өлеңінде қатып қалған бір қағида бар, қатып қалған бір қалып бар, содан шығады. А мен сол қалыптан шығып жаңалық ашамын деген дүниемен сен Асан Қайғының несін бұзып отыр дейсіз ғой. Былай жағдай. Біріншіден, жаңағы Асан Қайғының өлеңі түп нұсқада солай болуы да екі талай. Түп нұсқада ол кеңес дәуірінде ол өзгеріске енген болуы әбден мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, сөз ол былайша айтқанда жазылғаннан кейін белгілі бір бағана айтқан сияқты ауыздан шығып мәтінге айналу барысында ол бір жүйеге түседі да. Ол жүйенің ар жағында не тұр? Ол жүйенің ар жағында грамматика тұр. Грамматиканы сен бастауыштан бастап орта мектепке дейін неге оқытады? Өйткені адамның, оқушының, баланың сөйлеу, ойлау дағдысын қалыптастырады да. Сол қалыптастырған оқырман сол бойынша ойлай бастайды. Сізде жаңашылдық басым. Мен мына жерде былай ғой, жарайды, сіздікі тіпті бәрі кеңестік қағидамен сақталып қалды деген күннің өзінде қазақтың бұрлығы эпостық дастандарын аласыз ба, жоқ суырып салма ақындардың шығармашылығын аласыз ба? Бәрінде ұйқас сайрап жатыр ғой. Енді ақ өлең деген бізде түсінік бар, иә? Өзі айтып отырсыз. Қазақтың бәрі оқыған жоқ қой. Мысалы менің аға буындарым мектепте оқыған жоқ па? Оқыған жоқ қой. Мектепте қазір оқымағандар көп өзі. Біздің алдыңғы буындарда жаңа сен айтып отырған грамматикамен қатып қалып оны оқыған ешкім жоқ. Жоқ, мына жерде бірақ нәрсе, сен өзің қорғаусың, дұрыс. Бірақ бір нәрсеге таңқаламын да мен. Батыстықы жаңағы Элойд жазған болса, сол ойлаған болса, ол поэзия, ол жаңалық. Ал енді Махамбеттен Абайға дейін, Абайдан Жұмекенге дейін, қазіргі мына Ерлан Жүніс Ақберенге дейін, Тыныштықбекке дейінгі, жаңағы сұрағыңға дейін бұл жаңалықтар сонда сенің ойыңмен емес, Элойдты көтерсе немесе ана Қытайдың ойын құсап жазса, соны формаға бағынған жаңалық деп отырған. Капкамен жоқ. Сен де сол капкаға бағынбастың, бәрінде сенің өлеңіңді оқығанда Элойд көрініп тұра жағында. Мен айтып отырмын ба, Құбылайдың өлеңдері таң дәуірінің поэзиясының ойлап жүйесі сенің поэзияңда тұр балам. Мен сол арқылы сені Қытайдың поэзиясын оқыған жаңағы батыстың постмодернизмнің өкілдері жаңа Элойдтарды үлгі тұтқан. Махамбеттен Элойдты жақсы көреді. Элойдтың айтқанын дұрыс, а Махамбеттің айтқанын теріс. Ол ешқашан әдебиет емес. Мына өлеңдерің дұрыс қой, ағылшын тіліне аударылып жатыр, Қытай тіліне аударылып жатыр, иә? Ол құба-құп дүние. Басқа елдің азаматтары қазақтың поэзиясын оқып жатса, содан бір үлгі аларлық дүние болып жатса, құба-құп дүние. Бірақ сіздің поэзияңызда екі дүние тұру керек қой, ұлттық таным тұру керек. Сіздің өлеңіңізді сіздің ұрпағыңыз оқу керек, қазақ оқу керек. Екінші ұлттық мүдде тұру керек мына жерде. Әлбетте. Мүдде тұру керек. Вот көрдіңіз ба, сіз қазір осы жерден айтыңызшы, мына менің поэзиямда ұлттық мүдде деп. Мен оқысам табамын. Бірақ өзіңіз айтпай отырсыздар. Мысалы, мен сізге бірдеңе деп айтайын десем, жаңа басында айтып кетті, әдебиеттанушы ғалымсыз былай айтқанда. Иә? Қазақтың модернистік поэзиясы деген ба, сондай кітабыңызда бар екен қарап отырсақ. Сондай адамға, мысалы, мен өз басым бүйректен сирақ шығарып бір артық пікір айтуға өзім де іштей ыңғайсызданып отырмын. Бірақ сөйлеп отырған сөзіңізге қарасақ, енді бізбен көп жерде қайшы келіп қалса біздің пікірге. Әдебиет деген бар ғой, қайшы келуден тұрады. Әдебиет деген қайшы келуден тұрады. Өйткені қайшы келсе, адамдардың санасына белгілі жаңа нәрселер келеді. Әйтпесе адам ұйықтап қалады да, қоғам ұйықтап қалады, әдеби орта ұйықтап қалады. Бері жақтан айтқан кезде жеке адамдардың сондай нәрсесі болу керек. Ол ортаға тасталу керек. Сонда адамдар ойланады, өзінің жаттанды дүниелерін, өзінің жаттанды ойынның жаттандылықта қалып қойғанына көзқарас өзіне сынмен қарай бастайды да. Кез келген нәрсе, шығармашылықта болсын, ол ең алдымен жаттанды болмау керек. Кез келген шығармашылық иесі өзіне сын көзқараспен қарау керек та. Жоқ, бұл жерде мынандай дүние сияқты. Қазіргі модернизм деп жатырмыз, модернист деп жатырмыз, Элойдтарды айтып жатыр. Бізде магиялық дүниеге көп ұмтылады да, соңғы кезде жаңашыл ақындар. Mesela реалист болғысы келеді, реалист болғанда да ашық, жалаң реалист болғысы келеді. Mesela бір сөзбен мысал келтірейік. Mesela сіздің Мемсыйлық деген өлеңіңіз бар. Сонда келін фильмінен кейін өтір Ермек Тұрсыновпен ешкіге де ғашық болуға да болады. Әлбетте. Иә. Енді бұны осында отырған оқырманнан, кез келген адамнан сұрасаң, бұл енді қазіргі журналистиканың қанжығасына байлап берсең, публистика деп айтуға да болатын дүние. Бұны қалай түсінуге болады mesela сіз? Мысалы, сол шығарма қойып жатқанда келін фильмі болды да? Иә. Келін фильмі болды, сонымен бірге Майкл Тайсон Қазақстанға келді. Иә. Қазақстанға келді.
Бұл жерде келін фильм білесіздер, қандай болған, қазақтың келінінің былайша айтқанда, ол жерде ешкі бар, осындай. Бірақ ол оқиғаның сол кезде болған, сіздің сол кезде жазылғаныңызды оқырманға сіз справка арқылы, кез келген бір хроника арқылы түсіндіріп бере алмайсыз ғой. Сіз осы нәрседен қателесесіз. Бұл әдебиеттегі бір тәсілда. Сен ортасын ғана көрме, ең соңғы шумақты көр. Толық оқып шықтым. Ең соңғы шумақта не дейді, соны оқы. Тура соның соңында соңғысында ма? Қазір менде толық несінде алмағам. Ең соңында жаңағы мына жерінде аяқталатында тістерін шұқып аяқталатын шенеуніктер. Ең соңында айтады. Алматыдағы Қуыршақ театр. Оны да білемін. Жаздық демалысқа кетті. Иә, ол сөзді де түртіп алдым. Ол сөзде мәселе бұл жердегі айтып отырғаны театрдың нелері кетті, орнына біздегі жаңағы мемлекеттік сыйлыққа таласушылар түрлі нағыз артистер келді деген сияқты сіз сондай мағынада келтіріп отырсыз. Оны түсініп отырмыз. Бірақ бұндай дүниеге жаңағы сол хроникадағы, сол сәттегі, сол несінде айтқанда кездегі оқиғаны кірістіру, бір тіпті сіздің поэзияға татымайтын да сөз бет, мүмкін Ермек Тұрсыновтың ешкінің. Жоқ, ол бұл жерде бар ғой. Бұны қандай көркемдік деп айтасыз? Поэзия деген нәрсенің бар ғой, көп түрі болады да. Өте көп түрі болады. Соның бір түрі бұл. Бұл қарабайырлыққа алып келмей ме мәселе? Бұл енді қарабайырлыққа алып келмейді. Мен жаңашылдығыңызға қарсы болып отырған жоқпын. Жаңашылдық мәселе бағана Жүкел ағаның айтып отырған дұрыс. Біз қазақ әдебиетінің жаңағы сөзіңізге қатты кетсек ренжімеу, қирандық айналдырғандай болудың қажеті жоқ сияқты. Өткенді жоқ қылу, Ньютонның айтатыны бар ғой, Ньютонға дейінгідер, Ньютонның иығында тұрып жаңағы жетті деген сияқты неде айтылатын. Сол сияқты біз жоққа шығаруға болмайды. Мәселе Абайдың өзі жаңашылдыққа әкелді. Өйткені ол жаңағы біздің зарзаман ақындары, көптеген ақындарды білесіз, жоққа шығарған. Оларды ақын емес дегенін білесіз. Ол 8 аяқ мәселе, өлең айтайық. Ол да үлгі, форма әкелді. Бірақ Абайды жаңағы әлемнің 3 философ ақындығымен болса, философ болса, ол әулие деп, осы бір мықты шпенгілер, бір мықты атын ұмытып тұрмын, айтқаны бар. Соның қатарына кімдер Тагорлармен бірге Абайды қосады. Яғни Абай формалық жақпен болса, формамен болса да әдебиетке жаңашылдық әкелді. Абайды біз кезінде түсіне алмасақ, қазір түсінді халық. Ол жүректің культын, жаңағы адамның жанын көптеген дүниені әкелді. Сіздікі де сонда форманы мәнсықтап... Жоқ, бұл жерде сен бір нәрсені түсінбейді. Мен айтам ғой, қазақтың поэзиясында форма, ұйқастың бәрі белгілі бір жүйе, белгілі бір форманы іздеді да. Бізге сол түсінікті қазір. Сол арқылы сіз ойға көп жұмыс жасады деп отырсыз. Ендігі нәрсе содан бір аттам алға жүруге, мысалы, буынды, буынақты форманы өзгерту арқылы. Былайша айтқанда осыдан бір жаңа бір қазақтың сөзінің логикасы, оның әуені, оның былайша айтқанда сөйлемнің соңында ұйқас арқылы бір-біріне байланбайтынын қайтадан басқа бір жолдарын іздеуге бола ма жоқ па деген. Сөзіңіз аузыңызда жаңағы әріптесім бағана айтып қалды. Шынында осы өткен жылы ғой деймін, жаңағы Сұраған Рахметтің мақаласы шықты, поэзия төңірегіндегі әңгіме, атын ұмытпасам. Сол мақалада ол көптеген ақындарды жаңашыл ақындар ретінде Гүлнәр Салықбайдың өлеңдерін келтірді. Енді Гүлнәр Салықбайлар өзіңіз білесіз, форманы бұзып бір шеңберді сіз айтқандай бұзды деп айтуға да келмейтін шығар. Қалай келмейді ол? Гүлнәрда да бар ма? Жоқ. Гүлнәрда қара өлең ұйқасы жоқ мысалы. Жоқ, бұл жерде тек қана қара жоқ. Бізде форманы бұзып қара өлең бұзу емес. Жоқ, Абайдан келе жатқан қазақ поэзиясын қалыптасқан үлгісі бар ғой. Сен оны күннен таба алмайсың. Жоқ, бұл жердегі форманы бұзу дегеніміз біз тек қана қара өлең ұйқасын бұзу деп айтуға келмейді. Өйткені әлемдік әдебиетте кімді сен қазіргі сенің сөзің бойынша болған кезде Салықбаевты қазақ поэзиясының былайша айтқанда формасына жатқызып отырсың да? Формасына мәселе қазір кезіндегі Верлибер мәселе білесіз, француз әдебиетінде болды барлық нәрсе. Ерлан Жүністер мәселе қазіргі көптеген ақындар сол сияқты еркіндікте мәселе Мұрат Шаймарандардың өлеңдерін айтуға болады еркіндікте. Бірақ ода да бәрібір қазақы форма тұрады. Жаңағы өлеңдегі түрлі форма бар ғой бізде, ұйқастық әртүрлі сіз айтып отырған жаңағы бұл жерде біз тек қана қара өлең десек, ол тар шеңберде болып қалады. Ал біз өлеңдегі жаңағы формалар түрлі. Қазақ поэзиясының, қазірге дейін сен айтып отырған, жастарға дейін, Ерлан Жүніске дейінгі аралықтағы, онда формалық ерекшелігі не? Қалай дейсіз? Формалық ерекшелігі не? Мысалы, сен форма бар деп отырсың ғой, жастарға дейінгі аралықта. Соның формалық ерекшелігі не? Мәселе әртүрлі ерекшелік. Мәселе
әртүрлі мәселе мектептер болды. Жоқ, сен енді мектептер болды ғой, ол мысалы, Иә. соның формалы керек, сен форма бар деп отырсың ғой. Менде жоқ болып отыр. Сен айтып отырсың, Сіз өзіңіз жоқ деп жоққа шығарып отырсыз форма. Иә. Иә, бар деп отырсың. Сен онда сол форманы айтып берші қана. Қандай форма бар? Мәселе форма дегенде жаңағы Ерлан Жүністің өлеңдерін оқысам, мәселе мен бір несінде жаздым, жазам дедім, қалам берді тәңірім деп сөйтіп келетін не бар. Бұл жерде кезіндегі көк түріктер санынан келетін, жаңағы жыраулар поэзиясында келетін дүние, көптеген практикалық поэзиядағы практикалық дүниеде бар дүниелер. Сенбесең ақберенді ашын кез келген ашыңыз. Бұл жердегі мәселе Жыраулық поэзияда да мәселе қара өлең ұйқасы болған жоқ, бірақ олардың формасы болды ғой, беру формасы болды. Мәселе жыраулық поэзияда сіз форма жоқ болды деп айтпайсыз, Ақтанберді, Шалкиз, Жиенбет барлығында форма болды ғой. Онда сенікі кем дегенде енді дұрыс онда. Онда кем дегенде екі тармақтың ондай форма жоқ деп ойлайсың ба? Сіз форманы өзіңіз форма жоқ мен деп айтып отырмын ғой. Мен форманы теріс деп отырмын жоқ. Менікінде де форма бар. Вот міне, сөзіңізден ұсталып отырсыз. Мен сізді формаға қара өлең ұйқасы мысалы, қара өлең ұйқасы, егіз ұйқасы, шалыс ұйқастың қалыптастырған формасынан бір табан қалай шығуға болады дегенге. Енді мен сізге айтайын. Осы хабардың басын тыңдап, қайтадан соңын тыңдаған кезде белгілі болады ау деп ойлаймын. Сіз басында формадан ешқандай қажеті жоққа келдіңіз да, соңында менің өлеңімде. Сіз өлеңде форма таба алатындығымнан мен айтып. Солай. Зейнолла Қабдоловтың сөз өнері деген кітапты сөйтіп ашып қалған кезде ең бірінші бетте өнердің 5 түрі бар дейді да. Сол 5 түрін тізбелеп келеді да. Соның 5-еуіне қарап отырсаңыздар, 5-еуінде де форма бар да. Форма жоқ, дүние жоқ. Қай дәуірдің адамы ол? Жоқ, сіз кешіріңіз. Олай жасауға болмайды. Олай жасауға болмайды. Ол қай дәуірдікі болса, жоқ, кешіріңіз. Кеңестік дәуірді мүлдем жоққа шығаруға болмайды. Кеңестік әдебиетінің ең үлкен ерекшелігі Бернскийдан келе жатқан оның қатал сыны болды. Оның сын теориясы өте жүйелі жұмыс істеді. Ол поэзияда да, прозада да келістіре отырып ноқта жүген жасады да, соған жұмыс істеткізді. Мысалы, кеңес поэзия, мен мақалаларында жаздым, кеңес поэзиясында көп жағдайда қайтады, бәрі нәрсе анық болсын дейді. Сен ана күңгірт болуға болмайды. Күңгірт болатын болса, ол саяси қаталдық ретінде қарастырылады да. Өйткені партия қайтты, өзін тұйық ұстады да, басқа нәрсенің бәрін ашық болсын деді. Мен сізді түсінбейтінімші, Абайдың өлеңін оқиық. Жарайды, Абай 19 ғасырдың ақыны ғой. 20 ғасырдың басында Мағжанды оқиық. Жарайды, ол тіпті бір ғасыр бұрынғы ғой. Кейінгі Мұқағалиды айтыңызшы, иә? Жұмекен Мұқағали. Өмірдің қысы жазы көктемдері, қысылтаяң шақтары өткелдері, адамның аққан қаны төккен тері, мұратқа жетпегені жеткендері. Бұл жерде қандай не бар? Кеңестік дәуірдің қандай қалыптастырып қойған бір соны таңбасы бар. Бұл ақынның немесе поэзияның ақынға қойып отырған талабы ғана болды. Бұл кеңестік дәуірдің ақынға қойып талабы емес. Бұл поэзияның ақынға қойып отырған талабы. Сондықтан бұл жерде бір әдемі ұйқас болса, немесе бір әдемі көркем сурет сөз болса, көркемдік дегенді ұйқаспен шатастырмаңыздар. Көркемдік деген сол поэзиядағы суретті сөздер. Сіздің айтып отырған бір шумақ өлеңіңіз, мысалы, Мұқағалидың да, Жұмекеннің де Телегей теңіз дүниесінің ішіндегі біреуі да. Енді жалпы шығармасы ол кеңестік дүниетаныммен жазылды. Кеңестік дүниетанымның сыны бойынша жазылды. Соған жұмыс істеткізді Жұмекенді. Егер Жұмекен тәуелсіздікке кейін жасаса, ол бұрынғы шығармасының талайын қырқып, талайын жонып тастайтын еді. Ал Шалкиіздің мынасына қалай қарайсыз? Сен жібексің, мен пұлмын, сен сұлтансың, мен құлмын. Не бар бұл? Енді бұл жерде бар ғой. Жазба поэзиямен бар ғой. Жазба поэзиямен ауыз әдебиетінің екеуінің ортасында жер мен көктей фарқ болады. Жазба ауыз әдебиеті құлаққа жұмыс істейді. Бұл зерттеліп әдебиет тануда әлде қашан, былайша айтқанда әлде қашан анықталған нәрсе де. Жазба поэзия деген не? Жазба поэзия ауыз әдебиетінің ерекшелігін сақтай отырып, ол көзге суретпен киноның ерекшелігі. Осындай қазіргі заманға тән белгілерді мәтінге кіргізеді. Садақ мырза бізге сұрақ қойыңызшы. Жалпы Абайды айтқан кезде біз айтамыз ғой, Абай 3 арнадан сусындады дейміз, иә? Қазақтың халық ауыз әдебиетінен, сосын шығыс әдебиетінен, сосын орыс әдебиетінен. Сіз өзіңіз қандай арнадан сусындадыңыз? Жалпы поэзияға келу үшін. Поэзияға келу үшін? Мысалы, мен кішкентай кезімнен дастандарды, мысалы, мен Құрал Айсұлуды кішкентай кезімде 6-7 жасында жатқа білетімін. Қарға Батырды жатқа білетімін. Сіз тосын жаңалық болдыңыз деп айттық, біз сізге ренжіп қалмасын деп сөздің басында.
десе де менің түсінігімде поэзия деген бір ең қарапайым тілмен айтқанда қамшы сияқты да. Өрімі көбейген сайын жаңа шымырланады, жұмырланады да. И жұмырланған сайын оның тиген табы, жаңа мысалы жылқыға салсаңыз да адамға тисе де оңдырмай тиеді. Сол сияқты поэзияда кішкене жұмырланып, шымырланса деген бір бізде бір ой туады да, өйткені қазір шын тоқырау замандамыз ғой, өзіңіз айтқансыз соны. Қазіргі заман бір жаңа кітабыңыздың артқы жағынан оқыдым ғой деймін. Тасқа қамалған тарихтың поэзиясы деген, жалпы. Шын мәнінде біз белгілі бір кезеңді басынан өткізіп тастап, қазір ұлт ретінде қалыптасып келе жатқан, қайтадан бір толысып келе жатқан бір халықпыз. Соған бір титтей болсын, келесі ғасырларда мен білмеймін, сіздің поэзияңыз бағасын алып жатса қуа бар еді. Бірақ менің арманым сіздің поэзияңыз қазіргі ұрпаққа кішкене болсын бір септігін тигізсе, бар ғой ішінде. Бір құс кеп қонды, жаңа Алаштың ұлысың деп айтты деген сияқты ойлар бар. Жоққа шығармаймыз. Жоқ деп айтпаймыз. Мақтай бергенде ұнатпаймын мен негізі. Ол өзіңізде де бар дүние, өзіңіз сезіп отырсыз. Бірақ біздің айтамыз кішкене өзіміздің қазақы поэзияның қалыбын кішкене ескерсеңіз деген дүние ғана ғой менің бар айтарым деп отырғаным болды. Оқырман көркем шығармадан өзінің кейіпкерін тапса, поэзиядан лирикалық қаһарманда қазақ екенін таныса, біздің арман сол ғана болды. Әйтпесе келген оқырманды жоққа шығару емес, өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Негізі оқырманның негізгі мақсаты да сол. Келген оқырманның бір өлеңін мына жерде отырған оқырман немесе телеарнаның алдынан көріп отырған оқырман мынандай ақын бар екен ғой, соның сондай бір өлеңі бар екен ғой деп оқитын болса, жаттайтын болса, ол біздің жемісіміз, ол сіздің жемісіңіз. Менің айтып отырған магиялық деген дүние, сосын реалистік деген дүниені бекерге айтып отырғаным жоқ. Мәселе қарапайым сіз айтып отырған, сіз қойып отырған әр жерде адамның кодтары болады ғой, штрих-кодтар сияқты поэзиядағы, сол адамның беріп отырған дүниесін ашқысы келеді. Мәселе Алтай мен Атырау арасында барлық тақымында кісінеген тұлпарлар, бабалардың тақымында кісінеген тұлпарлар ақ қағаз бетінде чапқанымен дейді. Сосын арғы шенеуніктердің жаңа кофе ішу, шай ішу деген дүниесі кетеді. Енді бұл жердегі дүние мен оны түсіндім. Мәселе қазақтың бүткіл ерлігі, бүткіл несі бүгін ақ қағаз бетінде жүгіргенмен ерлік болып біз қаншама қағазға толтырып жазғанымыз бен, бірақ оны сезініп отқан шенеунік жоқ, оны сезініп отқан жаңағы басшы жоқ. Кереғар дүниелер. Осындай дүниелерді поэзияда көптеген сондай дүниелерді байқаймыз, ойдан бұрын, ойлаудан бұрын. Жоқ, позиция болғанда бұл жерде де мындай дүние. Бізде күңгірт кескіндер болады ғой. Қазіргі мәселе біз суретшілердің өзін толық түсініп болмаймыз. Әлбетте. Оларда да суретте біз қарапайым Мона Лизаны айтайық. 100% суретпен қатысы бар. Мона Лизаны айтайық. Мона Лизаны қазір қойып қойсаң, ешкім одан бір толық зерттеп айтып бере алмайды ғой. Сол сияқты кейбір штрих-кодтар, және ішіндегі дүниелер бар. Мен басында соны айтқым келген, сосын айтайын деген, жаңағы арасындағы өзіңізге бағана хабардың басында айтқандай, бір қарабайыр, шіркін мынандай мөлдіріп тұрған, осындай бір әдемі ойды көтеріп тұрған поэзияға ермек тұрсын деген сияқты сондай бір дүниелер болмаса екен деген бір кішкене дүниені айтқымыз келген, бірақ формаға байланысты дау басқаша бағытта өрістеп кетті деп ойлаймын. Жақсы, енді хабарымызды қорытындыласақ, Ардақ мырза, өзіңізден қонақ кәде өлең, бір өлең. Онда Ясауи кесенесі деген бір өлең оқып берейін. Бәрі өзгерген, өзгермеген кешегі күн. Өзегім талып осыраға жеткенімде көзім шалды қақпалдында отырған қартты. Қабырғаға сүйеп қойған таяғы құлай береді, құлаған сайын әр рет қайта сүйеп қояды. Кесененің іргесінде отырған қарт жер шималап отыр. Қолында шыбы қалған шешесінен қашқан бала ағаш арба сүйеген біреуді айналып жүр. Анда-санда артына қайырылып сақ-сақ күліп мәз болады. Аулаға кіріп қайта шыққанымда кезіктіре алмадым қартты. Таяғы сол баяғы орында тұр. Алыста бір бейне ескен желдей ұзап барады. Бала да шешесі де жоқ. Қаңтарылған арба бір шетте тұр. 1000 жылдың алдындағы көрініс сияқты. Бәрі өзгерген, өзгермеген тілімнің ұшындағы бір образ құмды өлкеде қызарып айтып келеді. Ардақ мырза, жазарыңыз таусылмасын, ең бастысы сіздің ойыңызды түсінетін, түйсінетін оқырмандарыңыз көп болсын. Құрметті көрермендер, келесі бағдарламада жүздескенше аман болыңыздар.